Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін математика сабағынан 67-ші сабақ пропорционал бөлуге берілген есептер тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық 10 есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша картоп жинады? Есептің шартын жазып аламыз, есепті шығарайық. Алдымен 48-ді 3-ке бөлеміз, 16 центнер. Бұл тапқанымыз көршісінің жинаған картобы. Енді 48 центнерді 80 килограммға бөлеміз. Алдымен центнерді килограммға айналдырамыз, сонда 4800-ді 80-ге бөлеміз, сонда 60 қап болады. Мына қ дегеніміз, яғни қап деген сөз. Енді 16 центнерді 80 килограммға бөлеміз. Центнерді килограммға айналдырамыз, 1600 болады, оны 80-ге бөлеміз, 20 қап шығады екен. Осы екі қаптардың санын қосамыз, 60 қосу 20 тең 80. Есептің жауабы екеуі бірге 80 қап картоп жинаған. Жемістерді салу үшін саяжай иесі алма сататын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қарап, бір жәшіктің бағасын тап. Есептің шартын құрып аламыз. Енді есепті шығарайық. 6-ға 4-ті қосамыз, яғни жәшіктердің санын. 10 жәшік, яғни бізде сатып алынды 10 жәшік. 5000-ді 10-ға бөлеміз. 500, яғни бұл бір жәшіктің бағасы. Есептің жауабы бір жәшік 500 теңге тұрады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Кестеге қарап, бұл есепті талдау керек. Алдыңғы екінші тапсырмадан айырмашылық бар, есепті талдап көрейік. Дәл солай жәшіктердің саны берілген, 6-да 4 жәшік. Қанша теңге жұмсалған білмейміз, жалпы құны 5000 теңге төленді дейді. Барлығы қанша жәшік сатып алынды? 6-ға 4-ті қосамыз, 10 жәшік сатып алынды. Бір жәшік қанша теңге тұрады? 5000-ді 10-ға бөлсек 500 теңге. Демек, бір жәшік 500 теңге тұрады. 6 жәшік қанша теңге тұрады? Оны табу үшін 500-ді 6-ға көбейтеміз, 3000 теңге. 4 жәшік қанша теңге тұрады? 500-ді 4-ке көбейтеміз, 2000 теңге тұрады екен. Есептің дұрыстығын тексерген, 3000-ға 2000-ді, сонда 5000. Есептің жауабы 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге тұрады. Төменде осының сызба түрінде көрсетілген бейнесі бар. Сызбадағы бөліктер нені білдіреді? Сызбадағы бөліктерді санап көрейік. Алдымен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, мұнда 6 жәшік бар деген сөз. 1, 2, 3, 4, мұнда 4 жәшік бар деген сөз. Мұнаусы 3000 теңге, мұнаған 2000 теңге төледі. Барлығы 5000 теңге тұрады. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма. 2 бригада бірде 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Есептің шартын жазып аламыз, есепті шығарайық. 4500-ге қосамыз 3000-ді. 7500 килограмм шығады. Енді 7500-ді 150-ге бөлеміз. 50 килограмм. Бұл бізде әр қапта жиналған пияздың салмағы. Енді 4500-ді 50-ге бөлеміз. 90. Бұл бірінші бригаданың атқарған жұмысы. 3000-ді 50-ге бөлеміз. 60. Бұл тапқанымыз екінші бригаданың атқарған жұмысы. Демек, есептің жауабы бірінші бригада 90 қап, екінші бригада 60 қап жинады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Қатынау саны 1-де 2 жүк мәшинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк мәшинелерінің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Есептің шартын жазамыз, есепті шығарамыз. 5 тоннаға 4 тоннаны қосамыз. 9 тонна болады. Бұл бір рет қатынағандағы масса. 99-ды 9-ға бөлеміз. 11 шығады. Яғни 11 рет қатынаған.
4-ті 11-ге көбейтеміз. 44 тонна. Бұл бірінші жүк машинесінің тасымалдаған салмағы. 5-ті 11-ге көбейтеміз. 50 тонна. Есебіміз шықты. Есептің жауабы бірінші жүк машинесі 44 тонна. Екінші жүк машинесі 55 тонна жүк тасымалданған. 6-шы тапсырма. Тік төртбұрыштан қиып алынған фигуралардың ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр және түсіндір дейді. Мұнда барлығында бір фигура, үшеуде бірдей фигура, бірақ әртүрлі тәсілмен шыққан. Жауаптары сәйкесінше бірдей болады. 25-ге тең. Есепті шығарып көрейік. Бірінші фигурада А қабырғасы 7 см, Б қабырғасы 5 см-ге тең. А1 қабырғасы 5 см, яғни 7-ден 2-ні аламыз 5 см, Б1 қабырғасы 5-тен 3-ті аламыз 2 см-ге тең. Енді S2-нің, яғни берілген фигураның ауданын табамыз. Ол үшін суретте берілген мына төрт бұрышқа толтырып аламыз. Мынау бізде ауданын табу керек фигура. Яғни S1-дің ауданын тауып алайық. А1-ді Б1-ге көбейтеміз, яғни 5-ті 2-ге көбейтсек 10 см квадрат. S-ті табайық. 7-ні 5-ге көбейтеміз 35 см квадрат. Енді S2-нің ауданын табу үшін жалпы ауданнан S1-ді азайтамыз. 35-тен азайтамыз 10-ді, сонда 25 см квадрат. Берілген фигураның ауданы 25 см квадратқа тең болады екен. Енді екінші шығару амалын қарайық. А1-іміз 5 см, Б1-іміз 2 см, А2-іміз 7 азайтылған 2 5 см, Б2-іміз 3 см. S-ті табу керек. S1 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 см квадрат. S2-іміз 5-ті 3-ге көбейтеміз 15 см квадрат. Екеуінің қосындысы бізге 25 см квадратты береді. Демек, суретте берілген фигураның ауданы 25 см квадратқа тең. Енді үшінші табу әдісін қарастырайық. А1-іміз 2 см, Б1-іміз 5 азайтылған 3 2 см-ге тең, А2-іміз 7 см, Б2 3 см. S-ті табамыз. Ол үшін ауданды тауып алайық. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4 см квадрат, S2-іміз 7 көбейтілген 21 см квадрат. Тапқан аудандарды қосамыз, сонда 25 см квадратқа тең. Есебіміз шықты. Келесі. Ә тапсырмасында өзің осындай фигураның ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр дейді. Мұнда ұзындығы 5 см, ені 8 см фигура берілген, және мынандай тік төртбұрыштан қиып алынған екен. Мінекей. А қабырғасы 5 см, Б қабырғасы 8 см, А1 қабырғасы 3 см, Б1 қабырғасы 8-ден мұндағы 2-ні азайтамыз, сонда 4 см-ге тең болады екен. Мұндағы фигураның ауданын табамыз. Ол үшін 5-ті 8-ге көбейтеміз 40 см квадрат. Енді S1-ді табайық. 3-ті 4-ге көбейтеміз 12 см квадрат. 2 ауданды бір-бірінен азайтамыз, сонда 28 см квадрат. Мұна берілген фигураның ауданы 28 см квадратқа тең. Енді екінші шығару әдісіне қарайық. Дәл сол фигура, бұл кезде енді тік төрт бұрышқа толтырмаймыз. Мұнда 2-ге бөліп, бірінші ауданды, екінші ауданды тауып, шыққан аудандарды қосамыз. А1 қабырға 5 см, Б1-іміз 8-ді 2-ге бөлеміз 4 см, А2 қабырғасы 2 см-ге тең, Б2 қабырғамыз 4 см-ге тең. Есепті шығарайық. S1-дің ауданын табамыз. Ол үшін 5-ті 4-ге көбейтеміз. Яғни мінекей 5-ті 4-ге көбейтеміз 20 см квадрат. S2 А2-ні Б2-ге көбейтеміз. Мұндағы А2 2-ге тең, Б2 4-ге тең. Екеуінің көбейтіндісі 8-ді береді. Екеуінің қосындысы 20 қосылған 8, 28 см квадрат. Демек фигураның ауданы 28 см квадрат. Мінекей бір фигура табудың біз 2 тәсілін көрсеттік. Келесі тапсырма.
Жетінші тапсырма. Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Әлияға, қалғанының жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша қара өрік терген? Есепті теңдеу құру әдісі арқылы шығарайық. Мұнда барлық қара өріктің саны бізге белгісіз, оны x деп белгілеп аламыз. Әлияға 15 қара өрік берген. Енді Айнаға соның жартысы дейді. Демек, x азайтылған 15 бөлінген 2 деп құрамыз. Қалды 10. Теңдеуіміз құрылды, есепті шығарайық. X азайтылған 15-тен 10 бөлу 2 деген санымыз теңдіктің мына бетіне көбейту болып өтеді. Екеуінің көбейтіндісі 20-ға тең. X-ті табу үшін 20-ға 15-ті қосамыз, сонда 35, яғни барлығы. Есептің жауабы Марат ағай барлығы 35 қара өрік терген. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Астық өсіру үшін қандай табиғи жағдайлар қажет екендігін білесің бе? Диірменде бидайдан ұн тартады. Сызба бойынша ұн туралы пропорционал бөлуге есеп құрастыр. Алдымен есептің шартын толықтырайық. 2 диірмен бірге 200 тонна ұн тартты. Бірінші диірмен 2 күн тартса, ал екіншісі 3 күн тартты. Әр диірмен қанша тонна ұн тартты? Енді бізде сызба берілген, мынау бірінші диірмен, екінші диірмен 2 күн тартты, 3 күн тартты. Қанша тоннадан екені белгісіз, бірақ бірге 200 тонна тартқан. Есепті шығарайық. 2-ге 3-ті қосамыз, 5, яғни 5 күн, екеуі бірге. 200-ді 5-ке бөлеміз, 40 тонна, яғни бір күнде тартылған диірмен. Массасы. 2-ні 40-қа көбейтеміз, 80 тонна. Бұл бізде 2 күнде бірінші диірменнің тартқан массасы. 3-ті 40-қа көбейтеміз, 120 тонна. Бұл 3 күнде тартқан екінші диірменнің массасы. Есебіміз шықты. Есептің жауабы бірінші диірмен 2 күнде 80 тонна, екінші диірмен 3 күнде 120 тонна ұн тартады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Фермер 5 сиыр, бірнеше түйе құс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйе құстардың аяғының санына тең, және қояндардың аяғына қарағанда 4-еуі артық. Фермерде барлығы неше сиыр, түйе құс және қоян бар? Есебімізді шығару үшін алдымен 5-ке 4-ті қосамыз. 20 бұл бізде барлық сиырлардың аяғының саны. Енді оны 2-ге бөлеміз, 10. Бұл уже түйе құстардың санын анықтадық. 20-дан 4 аламыз, 16. Бұл қояндардың аяғы болса, оны 4-ке бөлеміз, себебі қоянда 4 аяқ бар, сонда 4. Есептің жауабы фермерде 5 сиыр, 10 түйе құс, 4 қоян бар. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Оқушы бірдей бағада барлығы 10 дана төркөз және жолды дәптер сатып алды. Төркөз дәптерге ол 150 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше төркөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Есепті шығару үшін 150-ге 100-ді қосамыз. 250 теңге бұл барлығына төленген ақша. 250-ді 10-ға бөлеміз, 25 теңге. Бұл бізде бір дәптердің бағасы болады. 150-ді 25-ке бөлеміз, 6 дана, 100-ді 25-ке бөлеміз, 4 дана. Демек есептің жауабы оқушы 6 төркөз дәптер, 4 жолды дәптер сатып алды. Тапсырмасында бізде айтқан, кассаға қандай ақшалармен төлеуі мүмкін, бір мүмкін нұсқаны жаз деп. Кассаға төлеуі мүмкін, ол 250 теңгені 200 теңге және 50 тиын арқылы, немесе 100 теңге, 100 теңге, 50 теңге арқылы 250 теңге төлеуі мүмкін. Есебіміз шықты. Балалар барлық 10 есепті талдап шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.